Өскемен қаласының әкімдігінің номер 15 Рахат балабақша бөбек жайы. Мөлдірбұлақ мектеп-алды даярлық тобы тәрбиешісі Казиева Меруерт Алмасқызы. Таным білім беру саласы қарапайым математикалық ұғымдарын қалыптастыру. Ұйымдастырылған оқу қызметі тақырыбы 10 көлемдегі санды тура және кері санау. Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен сендерге қызықты математикалық тапсырмалар жолдаймын. Кәне балалар, бәріміз менімен бірге шаттық шеңберін қайталаймыз. Арайлап таң атты, алтын сәуле таратты, жайнай түсті даламыз, жайнай түсті қаламыз. Сәлем саған алтын күн, сәлем саған достарым. Кәне балалар, бәріміз 1-ден 10-ға дейін сандарды еске түсіріп, 1-ден 10-ға дейін тура және 10-нан 1-ге дейін кері санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді керісінше әндетем, балалар қосылыңдар. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 және 1. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі біздің сабағымыздың бірінші тапсырмасына назар аударайық. Сандардың көршісін тап. Кәне балалар, бәріміз жақсылап ойланып, сандардың көршісін табайық. Жарайсыңдар балалар. Кәне бәріміз енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада сіздерге сана және санын жаз дейді. Бұл тапсырмада сіздерге тауық, балапан, сиыр көрсетіліп тұр. Соларды санап, астындағы тор көзге санын жазыңдар. Ал балалар, шаршаған боларсыңдар. Кәнекей бәріміз бірге сергіп алайық. Сыңғыр-сыңғыр сырғалар, құлағымда ырғалар, оң қолымда білезік, сол қолымда білезік, саусақтарда сақина, санап кәне көрсетші. Келесі үшінші тапсырмаға мұқият қараңдар. Үшінші тапсырмада сендерге көмекке санамақ керек. Ойлан да есеп шығар. Балалар, мұқият ойланып, санамақты қолданып, есепті дұрыс шығаруға тырысайық. Балалар, бүгінгі қызықты математика сабағымыз осымен аяқталды. Тапсырмаларды дұрыс орындап, маған кері байланысқа шығыңдар. Назарларыңызға рахмет.